Оқиғамды тыңдамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Менің келін болып түскеніме 5 жылдан астам уақыт өтті. Күйеуім және қайнағам үшеуміз бірге тұрамыз. Ата-енем 3 жыл бұрын жол апатында қаза болған. Мен келін болып түскенде ата-енем өте жақсы, түсінігі мол кісілер болатын. Менің де мінезім ашық жарқын, адамды сыйлай білетін қыз едім. Бірақ түсінгенім, келін қыздың орнын ешқашан баспайды. Қанша жақындағаныммен енеме сонда да жақпайтын едім. Біз әлі күнге дейін ауылда тұрамыз. Қайнағам үйленбеген. Ата-енемнен қалған үйде тұрамыз. Күйеуімнің ағасы жас кезінде өте қызқұмар болған деседі. Көшеден түнде үйге келгенде мойындары қып-қызыл болып, ерні көгерген болып оралатын, дейді досым. Қазір қайнағамның жасы 40-қа жақындаған болса да, көп сөйлей қоймайды. Мүмкін менен ұялады ма, түнде кеш үйге оралады. Кейде ішіп келеді, жұмыста жасамайды. Жылына 1-2 рет, 1 ай істеп келеді, келіп үйде болады. Күйеуіме айтсам, ол менің ағам, шаруаң болмасын дейтін. Ал менің бар ойым ақша тапсын, жүрсін, өмір көрсін, қатарынан қалмасын деп жаным ашитын. Ал күйеуіме ол ұнамайтын. Енді жасы 40-қа толмаған, қол аяғы сау еркектің үйде қол қусырып отырғаны менің ойымша ақылға қонымсыз. Енем де ұлына ештеңе деп айтпайтын. Керісінше бар тәттіні сол оның алдына қоятын. Шаруа болса да менің күйеуіме жасатып қоятын. Ұлым демалсын деп. Отбасымызға қиын күндер туғанда күйеуім айлығы аз болғаны үшін үкіметтің жұмысынан шығып вахтаға жұмысқа тұрады. 1 ай істеп, 1 ай демалатын. Жұмысы басқа қалада, ал мен үйде қайнағанмен қалатынмын. Осы жұмысқа тұрғалы арамыздың суый бастағанын сездім. Күйеуім маған көп көңіл бөлмейтін. WhatsApp'та жазбайды. Отасқанымызға 5 жыл болса да, күйеуіме бір бала туып бере алмадым деп түсіндім. Өзім баласы бар отбасыларға қызға да қызғана қарайтынмын. Мен үйде қайнағаммен жалғыз қалған соң, қандай болса да сол кісі маған жақын болып кетті. Бірақ мен ештеңе білдірмеуге тырыстым. Бүгінгі күнге дейін. Мен дәретханадан келгеннен кейін іш киімімді жуып, бөлмеме жайып қойған болатынмын. Түнде бір оянсам, іш киімім орнында жоқ. Маған елестеп жатыр ма, әлде мен шатасып тұрмын ба деп өзімнен күмәндандым. Ойымда арам ой жоқ, жаман ештеңе жоқ. Келесі күні тағы осы оқиға қайталанды. Бірақ бұл жолы киілген іш киімім жоғалып кетті. Үйде тек ағам екеуміз едік. Ол кісіге де босқа жала жапқым келмейді. Бір күні кешкі ас үстінде ол кісі маған, шіркін, сенде әйелім болса арманым болмас еді. Інім сені бағаламайды. Сені тастап қалай басқа жаққа жұмысқа кетті? Жақсы көрсе қалай сағынбайды? Деген деп әңгімесін аяқтады. Әрең шыдап жүрген мен үндемей қалдым. Түн ұйқыға кеткен менің бөлмеме қайнағам кіріп, мені құшақтап сүйе бастады. Басында мен түс көріп жатқан шығармын деп ойладым. Мені барлық жерінен құшақтап сүйіп, мен қарсылық көрсетпедім. Себебі барлық жасап жатқаны маған қатты ұнап жатты. Күнде көз алдымнан кетпей адамды қызықтырып қоймадың ғой. Маған неге кезінде кездеспедің екен? Сені ең бақытты әйел қылатын едім. Мен сенен бала сүйгім келеді, деді құлағыма. Аузыма келген түкірігімді жұта алмай қалдым. Бірақ сол сәтте мен күйеуім жайлы ұмытып кеткендей сезімде болдым. Сол бір мезетте миымнан барлық нәрсе өшіп қалды. Сен осы үйге келген күннен бастап маған ұнайтынсың, деді маған. Мен сені одан қызғанамын. Екеуміз біраз аймаласып, бірден іске кірістік. Есте қаларлық сезім мен махаббатқа толы түн болды. Маған бәрі ұнады. Өзімді ең бақытты адам сезіндім. Таң атты. Таңертең маған таңғы ас жасап, мені төсегімнен оятты. Махаббат сезіміміз лаулап тұрғанын бақыладық. Жұмыс іздеп жүрмін, жұмысқа тұрамын деді. Маған көңілімді аулау үшін. Сені үлде мен бүлдеге ораймын, әлі көресің.
Мен ғана саған лайықты екенімді саған дәлелдеймін, деп үйден шығып кетті. Мен жұмысқа жаяу шықтым. Әр басқан қадам сайын күйеуімнің шынымен суып кеткенін ойлап бардым. Кеш болды. Мен өз бөлмеме кіріп ұйықтайын деп жатқанда есігімді ақырын қағып кіре салып, мені тағы да аймалап өте ыстық түн өткіздік. 2-3 күннен кейін күйеуімнің келетін уақыты еді. Бірақ бірдеңе сезгендей күйеуім келмеді. Тіпті бір ретті маған хабарласпады. Қайнағама да хабарласпаған. Ішім өртеніп, өзімді кінәлі сезіндім. Істеп жатқаным дұрыс па? Күйеуім менің тарапымнан осындай сатқандыққа лайық па? Ал сезімше, ақшаны кімге жеткізе алмай жатырмыз, басқа жаққа барып жұмыс жасайтындай. Әлі оның ол жақта біреуі бар ма? Бірақ ол маған ондай жамандық жасамайды. Себебі ол мені шын сүйеді деп ойладым. Кешке бейтаныс номер қоңырау шалып, күйеуімнің көлік апатынан қаза тапқанын айтты. Барлық өзімен болған заттарын маған табыстады. Телефонын ашып қарасам, бірінші бетінде басқа әйелдің суреті тұр. Басында мен ештеңе түсінбедім. Бұл менің күйеуімнің телефоны емес дедім. Ішін ашып қарасам, күйеуімдікі екен. Уақыт өте ұялы телефонның ішін ақтарсам, көңілдесі барына біраз жыл болған екен. Мені сүйетін адам маған адал болады деп ойласам, ол мені тіпті сүймеген екен. Мен сияқты. Бірақ екеуміз де бір-біріміздің сезімдерімізді уақытында бағаламаппыз. Арада 1 жыл өткеннен кейін үйге бір танымайтын ағай келіп, менімен амандасып, далаға шығуымды өтінді. Есік алдына шықсам, машинаның артынан маған бір сөмке зат берді. Ойымда ештеңе жоқ. Үйге кіріп сөмкемнің ішін ашсам, ішінде хат. Хатта «Кешір мені, мен сенің бақытты болғаныңды қалаймын» деп қана жазылған еді. Хатты оқығанмен ештеңе түсіне алмадым. Екеуміз де бала болмағанын күйеуім өзінен көрген сияқты. Бірақ біз нақты кім кінәлі екенін білмеген едік. Уақыт өте келе қайнағам екеуміз тағы да отбасын құрдық. Қазіргі таңда екеуміз арамызда 3 баламыз бар. Сол уақыт аралығында екеуміздің басымыздан өте көп оқиғалар өтті.